Бәріне сәлем достар, есімім Нұрдәулет, Алматыдағы Муйт университетінің студентімін. Мамандығым веб бағдарламалаушы, қазіргі таңда әзербайжандық Евромедикс деп аталатын компанияда веб бағдарламалаушы болып жұмыс жасаймын. Бүгінгі сабақ жалпы кіріспе сабақ болады. Сабақ барысында мен өзім IT маман ретінде сіздерді IT мамандықтарының түрлерімен таныстырғым келеді. Жалпы айтқанда айтишник деген кім деген сұраққа жауап бергім келеді. Одан кейін қозғайтын мәселе бұл биылдан бастап қабылданған жаңа заң, яғни 2022-2023 оқу жылдарынан бастап оқушылар IT мамандығына оқуға түсу үшін информатика, математика пәндерін таңдайды. Осыған дейін оқушылар IT мамандығына оқуға түсу үшін физика, математика пәндерін таңдайтын еді, бірақ биылдан бастап жаңа заң қабылданды, енді информатика, математика пәндерін таңдайтын болды. Міне осыған байланысты оқушылардың көп қоятын сұрақтары бұл информатикадан ұбт-ға қалай дайындаламын, қандай тақырыптардан сұрақтар келеді деген. Осы сұрақтарды, осы тақырыптарды бүгін сабақта қарастыратын боламыз. Олай болса, кеттік. Қазір IT саласы бұл өте тез, қарқынды дамып келе жатыр. Былай айтқанда күннен күнге дамып келе жатыр десек те болады. Міне сондықтан да IT мамандықтардың түрлері өте көп. Мен өзім IT мамандықтарын үлкен 4 топқа бөліп қарастырғым келеді. Бірінші топ бұл разработка тобы деп атаймын. Разработка тобындағы программисттер бұлар сайт жасаумен, мобильді қосымша жасаумен, ойын құрастырумен, сосын компьютердегі бағдарламаларды жасаумен айналысады. Мысалға айтатын болсақ, сайт болатын болса, күнделік KZ бар, Юков KZ бар, мобильді қосымшаға Қазақстанда Каспий KZ бағдарламасы бар, болмаса Instagram деген сияқты. Міне осының барлығы бұл біздегі бірінші топтағы разработка саласындағы программистердің жұмысы. Екінші топ бар, бұл дизайншылар тобы. Жалпы аты айтып тұрғандай, кез келген нәрсенің дизайнына жауап береді. Мысалы, мобильді қосымша болсын, сайт болсын, олардың дизайнына жауап береді. Қарапайым мысал алайық, Каспий KZ бағдарламасы. Каспий KZ бағдарламасы қолданысқа өте ыңғайлы, дизайны көз тартады. Міне осы бұл біздегі дизайншылардың жұмысы. Үшінші топты мен менеджмент тобы деп атаймын. Бұл топтағы программисттер код жазумен айналыспайды. Алдағы екі топ, разработка және дизайн тобындағы программисттер тікелей код жазатын болса, бұл топтағы программисттер код жаза алмайды, бірақ олар келісімшарт жүргізген кезде және басқару бойынша, команданы басқару бойынша бұлар алдағы екі топқа қарағанда мықтырақ. Міне олардың сондықтан да жұмысы басқару және келісімшарт жүргізу. Мысалға айтатын болсақ, үлкен бір компания бар деп айтайық. Ол компанияда 20 программист жұмыс жасайды. Сол 20 программисттегі арасында жұмыстарды бөліп беріп отыру, тапсырмаларды, содан кейін ол тапсырмалардың уақытысында бітуін қадағалау, осы біздегі менеджмент тобындағы айтишниктердің жұмысы. Одан кейін келісімшарт жүргізеді, жаңағындай программистердің жасаған жұмысын, мысалы мобильді қосымша деп алайық, сол қосымшаны апарып клиенттерге көрсетеді, соларға келісімшарт жүргізіп, жаңағындай заказ қабылдайды деген сияқты. Осы біздегі үшінші топтағы айтишниктердің жұмысы. Одан кейін төртінші топ бар, бұл администрирование тобы деп атаймын. Бұл топтағы айтишниктер көбінесе деректер қорына жауап береді. Деректер қоры деген біздегі база данных. Сол жақтағы деректердің өшіп кетпеуіне, қай деректердің қай жақта сақталуына, артық деректердің өшірілуіне деген сияқты заттардың барлығына осы төртінші топтағы айтишниктер жауап береді. Бұл мен айтқан үлкен 4 топтан басқа IT саласындағы мамандықтың түрлері өте көп. Енді мен олардың барлығын бір видеоға қамти алған жоқпын, бірақ сонда да қысқаша тоқталып өтейін. Мысалы, робототехника саласы бар. Робототехника бұл өте қазір тез дамып келе жатыр. Мысалы, өндіріс саласы болсын, медицина саласы, әскери салада да барлық жақта осы робототехника өте қарқынды дамып келе жатыр. Мысалы, әскери салаға келетін болсақ, бұрында адамдар барып миналарды істен шығаратын болса, қазір оны адамдар жасамайды. Қазір роботтар бар, сол роботтар барып минаны істен шығарады. Ол, яғни адамның өміріне ешқандай қауіп келтірмейді деген сөз. Сондай-ақ мысалға VR технология дейді, искусственный интеллект дейді, big data дейді. Сондай сияқты IT мамандықтардың түрлері өте көп. Оларды енді ары қарай өздеріңіз интернеттен қарап, толық түсініп алсаңыздар болады. Мен сіздерге қысқаша жаңа төбесінен қарап дейді ғой, сонда төбесінен қарап бір түсіндіріп өттім. Егер тағы да осындай видео керек болса, именно IT туралы толық видео керек болса, онда комментарийға жазыңыздар, керек деп мен міндетті түрде түсіретін боламын.
Жалпы сіздерге IT мамандықтарының түрлері түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, келесі тақырыпқа өтейік. Келесі кезекте біздің видеомыздың ең қызықты бөлімі бұл информатикадан ұбт-ға қалай дайындаламын. Олай болса, кеттік. Мен қазір ашып отырған құжат бұл информатика пәні бойынша ұлттық бірыңғай тестілеуге арналған тест спецификациясы. Бұл жерде мемлекет нақты ұбт-да қандай тақырыптардан келетінін көрсеткен. Жалпы 22 тақырыпқа бөліп жіктеген екен. Ең соңғысы бізде қазір көрсетемін. Ақпараттық қауіпсіздік деп бітеді екен. Ең бірінші тақырыпқа оралайық. Ол бізде компьютердің құрылғылары деген. Жалпы компьютердің құрылғылары деген тақырып бұл бізде 7-ші сыныптың және 9-ші сыныптың материалдарында кездеседі екен. Мысалы 7-ші сыныпта компьютердің жады түрлерінің мақсаттарын сипаттау деген тақырып бар. Компьютер жады деген тақырыпты біз 7-ші сыныптан іздейміз. Мінекей 7-ші сыныпта ашатын болсақ, міне компьютер жады деген тақырып бізде бірінші тарауда бар екен. Одан кейін 9-ші сыныпта мақсатына байланысты компьютердің конфигурациясын таңдау дейді. Компьютердің конфигурациясы 9-ші сыныпта ашамыз. Мінекей бізде компьютердің конфигурациясы деген тақырып екінші бөлімде тұр екен. Жалпы әрі қарай да осылайынан тақырыптарда көрсеңіздер болады. Мысалы программалау деген ол бізде 7-ші сыныпта, 8-ші, 9-ші сыныптарда кездеседі. 8-ші сынып, 8-ші, 9-ші сыныптарда осылай кездеседі екен. Одан кейін көрсететін нәрсе бұл мемлекет ұсынған үлгі тест нұсқасы. Жалпы информатикадан 35 сұрақ келеді. Бірінші сұрақтан 20-ші сұраққа дейін бір ғана дұрыс жауабы болады. Одан кейін 21-ден 25-ке сұраққа дейін бұл оқу сауаттылығы сияқты, яғни бір контекст келеді, сол контекстке байланысты есептер келеді. То есть сұрақтар келеді. Мысалы үшінге бізде мынандай есеп берілген, осы есепке байланысты 5 сұрақ келген 21-ден 25-ке дейін. Ал 26-дан 35-ке дейінгі сұрақтар бұлардың бір немесе бірнеше дұрыс жауабы болады екен. Енді осы информатикадан үлгі тест нұсқасынан бірінші сұрақты қарайық. Бұл компьютердің негізгі конфигурациялары делінген. Мен бағана айтып өттім. Жалпы тест спецификациясында мемлекет нақты қандай тақырыптардан сұрақтар келетінін көрсеткен дедім. Міне мына жерде 9-ші сыныпта мақсатына байланысты компьютердің конфигурациясын таңдау деген. Мен дәл сол тақырыпта аштым, сөйтіп қарап отырсам, міне бірінші сұрақ бізде осы жерден келіп тұр екен. Компьютердің негізгі конфигурациясы дейді. Ол бізде жүйелік блок, монитор, пернетақта, тінтуір. Ашып қараймыз. Міне дәл сол сұрақ жүйелік блок, монитор, пернетақта, тінтуір дейді. Жалпы мен нұсқаны бір шолу жасап шықтым. Нұсқа қиын емес, барлығы оңай. Алдағы уақытта осы нұсқаға талдау жасайтын боламыз. Одан кейін мына жердегі тест спецификацияны және осы нұсқаны мен тест центр KZ сайтынан алып отырмын. Егер сайтқа кірсеңіздер, мына жерде ұбт-ға дайындық үшін деген бөлімді бассаңыздар, осы жерде ұбт тест спецификациялары деген бар. Осы жерде информатика керек болатын сіз өзіңізге қалаған пәнді жүктеп ала аласыз. Дәл сол сияқты мына жерде үлгілік тест нұсқалары деген бар. Осы жерден де сіз өзіңізге қалаған пәнді жүктеп алып, ұбт-да примерно қандай тақырыптардан сұрақтар келеді көрсеңіз болады. Бірақ мен осы сілтемені, мына екі сілтемені және кітаптарға сілтемені 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін барлығын мен осы видеоның астында сілтеме ретінде қалдырып кетемін. Сол жерге кіріп скачать етіп алсаңыздар болады. Алдағы уақытта 5-ші сынып пен 11-ші сынып аралығындағы толық мәліметтерді қамтып видео сабақтар жасау жоспарда бар. Сондықтан міндетті түрде YouTube арнаға жазылыңыз. Сондай-ақ айтатын нәрсе, бұл біздің YouTube арнамыздың басты мақсаты IT контентті Қазақстанда қазақ тілінде дамыту. Біздің команда бұл Legosoft командасы. Бізде фронт-энд разработчик, бэк-энд разработчик, сондай-ақ мобильді қосымшаларды жасайтын разработчиктер барлығы бар. Біз осы YouTube арнада жалпы айтишник болу үшін не істеу керек, сайтты қалай жасайды, мобильді қосымшаларды қалай жасайды деген сияқты сұрақтардың барлығын қамтып, өзіміздің пайдалы ақпараттарымызбен бөлісеміз.
Сондықтан да егер сіз айтишник болғыңыз келетін болса, міндетті түрде арнаға жазылыңыз. Алдағы уақытта тек қана пайдалы ақпараттарды бөлісеміз деген сенімдеміз. Олай болса, видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше.